Бәріне сәлем, мен есім Майжан, мен жасым 25-те. Бүгінгі YouTube видео қыздарға білім алу керек па деген тақырыптан басталады. Осы тақырыпта мен айтатыным бар деп ойлаймын, себебі мен астанада ЕНУ-ды бітіргенмін, бакалаврды, сосын бітірген жылы Сәрсен Аманжолов университетіне магистратураға түскен, бірақ ол жер ұнамай маған шығып кетті. Ал дәл қазір США-ға магистратураға тапсыруға дайындалып жатырмын және болашақ бағдарламасына тапсырып көремін. Бірінші предысториядан бастағым келеді. Маған всегда папам айтқан, что білім ал, сен өзіңді дамыт, сол кезде ғана сен өзіңнің табысыңды тауып, жаныңды бағаласың, осы басындағы білім сені құтқаратын болады, в любом случае деп айтатын. Сондықтан мен всегда білім алуға тырысатынмын, кітаптар оқитынмын. Осы білімдерімді қалай мен өмірімде қолдану керекпін, қалай жанымды бақсам болады, қалай табыс таба аламын деген сияқты ойланумен жүрдім. Және де осындай блокнотқа өзімнің кішкене ойларымды жазып алдым, қазір сіздерге айтатын боламын. Осындай стереотиптер бар, мен байқадым соны. Ең біріншісі ол қыздарға ақылды болып керек емес, әдемі болып жүрсе болды, и все, тұрмысқа шыққаннан кейін оны күйеу асырайтын болады деген сияқты. Сондай ойларды естимін, бірақ бұнымен мен келіспеймін. Себебі әр адам, әр тұлға ол бөлек индивид, оның бөлек өзінің ақшасы болу керек, оның бөлек өзінің жұмысы, өзінің өмірі болу керек деп ойлаймын. Ал сенің күйеуің, жаныңдағы жарың, ол сенің просто партнерың, оның да бөлек жұмысы болады. Бірақ сондай кісілер бар, которые үйде отырып, үйдің шаруаларымен айналысқанды жақсы көретін деген сияқты. Ондай кісілерге ешқандай против емеспін, қарсы емеспін ондайға, тоже окей. Бірақ мен, егер сіз өзіңіз ішіңізде потенциалыңыз болып, мен білім алуым керекпін, осындай бір білім алып, карьера құрғым келеді деген сияқты потенциалыңыз болса, ол нәрсені тұншықтырмау керек деп ойлаймын. Солай бірінші стереотипке келіспеймін, білім алыңыздар, ол очень важно, маңызды деп ойлаймын, еще 21-ші ғасырда. Және де екіншісі білімді болу бәрін білу емес. Білімді болып энциклопедия болудың қажеті жоқ. Википедия сияқты сіз барып достарыңыздың қасында барып бір кітапты оқысаңыз, осындай бір кітап оқыдым, ол жерде осындай айтылыпты деген сияқты, ондай болудың қажеті жоқ. Ең маңыздысы ол жердегі білімді, яғни сол жердегі айтылған нәрселерді өзіңіздің өміріңізде қолдана алу. Солай сіз басқаларға да өзіңізге де пайдалы бола аласыз. Мысалы, атомные привычки деген кітап бар. Сол жердегі айтылған инструменттерді сіз қолданып өміріңізде белгілі бір жетістіктерге, либо нәтижелерге жеткен болсаңыз, соны достарыңыздың қасына барып, осындай мен кітап оқыдым, осы жерде осындай айтылыпты, и мен оны 2 апта бойы қолданып жүрмін, и менде осындай результаттар бар деп айтсаңыз, сізге де басқаларға да тиімді болады, пайдалы болатын болады. Сондықтан ойламаңыздар, что білім алып, вундеркинд болып кетем, керемет, күшті, ақылды, бәрін алдында күшті болып жүрем деген мағынада емес. Сондықтан оны өзіңіздің жеке өміріңізде, жұмысыңызда пайдалана алуыңыз керек. Және үшіншісі, универден кейін білім алуды тоқтату, ол қате деп есептеймін. Мен уже универ бітіргеніме қанша жыл болды, уже 4 жылдай болып қалды ба? Ужас, 4 жыл болыпты. Осы жыл 4 жыл болады екен. 2025, мен, потому что 2021-де бітірген едім ЕНУ-да. Содан кейін мен ойлаймын, что мен білім алуды тоқтатқан жоқпын, сразу универ бітірдім, курстар оқып бастадым. Яғни курс қазір ең күшті, қысқа мерзімде білім алуға күшті инструмент деп ойлаймын. Яғни мен психология туралы курстар оқыдым, маркетингтің курстарын оқыдым, блог жүргізу туралы, запись жасау туралы курстар оқыдым. И олардың бәрі маған қазір ақша алып келіп отыр. Сондықтан все, білім тек универде беріледі, все деген ол қате. Универден кейін де өмір бар. Сіз всегда күн сайын, ай сайын дамып отыруыңыз керек деп ойлаймын, чтобы сіз өзіңіздің актуальностіңізді жоғалтып алмау үшін. Потому что білім ол жаңарып отырады. Әртүрлі конференциялар болады, кездесулер болады, жаңартулар болады. Даже білім мекемесінің өзінің ішіндегі ережелер өзгеріп отырады. Мысалы, мен сестренкам бар, олардың қазіргі 1-ші сыныптың бағдарламасы мүлдем басқа. Мен қараймын да, ойбай, мынаны мен жаза алмаймын ғой деп айтам, бірақ оларға актуально. Қазіргі кезде білім алу
алу және сол нәрсені орындау оларға актуально и олар жасай алады. Бұрын біз 10 жыл бұрын жасай алмасақ, қазір уже білімнің деңгейі өскен, өзгерген. Сондықтан всегда білім алып отыру, оны өзіңнің өміріңде қолдану керек деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі менің видеом осы туралы болды. Пайдалы болды деп ойлаймын. Всем пока-пока.